Сен де тығып қаласың ба? Аллаху акбар дейді. Мен кеше ғана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дұғасын естідім, ей Омар дейді. Ол былай айтты дейді: я Раббым, бұл дінді Абу Жахилмен немесе Омар ибн ар-Хаттабпен күшейтші деп айтты дейді. Алла субхана тағала пайғамбарымыздың дұғасы қабыл болды. Пайғамбарымыз сұраған адамы сенсің деді ғой. Сөзде Омар ибн ар-Хаттаб біріншіден бағана Тоха сүресінің күшімен, екінші пайғамбарымыздың дұғасының арқасында бірден орнында тұрды да, пайғамбарымыз қаяқта деді ғой. Мен оның алдына барып исламды қабылдағым келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кезде қай жерде еді? Кімнің үйінде? Мараттың үйінде ма, кімнің? Ой, жоқ, ол жерде Омар жоқ қазір. Арқам ибн Арқамның үйінде еді. Арқан ибн Арқамның үйінде сабақ дәріс беріп жатқан еді. Сол кезде Омар ибн ар-Хаттаб мойнындағы қылышын шешпестен жатып ұшып барған ғой сол жаққа. Есікті тартылдап жатыр дейді, тарс. Ішінде Хамза бар, басқалары бар, көздері бүйтіп кеткен. Хамза отыр бүйтіп, серьезно. Қалғандары кәдімгідей Омар келіп тұр, қолында қылышы бар дейді, асынып алған. Дегенде Хамза айтады: егер жақсылықпен кірсе, не болыпты ода дейді. Жақсылық берсең келсе кірсін дейді. Ол да сөз болыпты ма дейді. Егер басқа ниетпен келсе, өзім ақ оның басын ұшырамын дейді ғой Хамза. Сөйде есікті ашып қалғанда Хамза сұрау жағасына отыр ғой, жайша келдің ба деген сияқты. Сөйде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: Омар келмей жатып маған Жәбірейіл оны сүйіншілеп қойды дейді. Мархабат, Омар кел, сен де дінді қабылдайтын, оған жол беріңдер, иманға кел ей Омар деп айтты. Сөйтіп Омар келіп тізерлеп отыра қалды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Келе салып ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммада абдуху расулух деп айтты. Сол кездегі жанындағы жүрген бағанағы кішкене қорқақтап тұрған сахабалардың бәрі Аллаху акбар, Аллаху акбар. Мына жерде қазір быт бола ма, Хамза мен Омар деп отқан ғой примерно. Бәрі қуанып сөйтіп тәкбір айтады дейді. Олардың тәкбірлері жер жарды дейді. Сөйде Омар ибн ар-Хаттаб айтты дейді: мұсылмандардың бүйтіп тығылып жүріп, біз ақиқаттамыз ба, я Расулаллах, или жалғандамыз ба дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: әлбетте біз ақиқаттамыз. Ақиқатта болса біз неге тығылып отыруымыз керек, я Расулаллах? Елдердің бәріне барып паш етіп айтпаймыз ба дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи: біз әлі азбыз ғой дейді. Біз аз болса да дейді, кім сізге қарсы келеді, өзім реттеймін дейді. Бірінші сөйтіп пайғамбарымыз айтады: жүрсеңіздерші, мұсылмандардың бәрі ашық түрде барып Қағбаның алдына шығайық та деді. Пайғамбарымыз рұқсатын беріп, мұсылмандар екі қатар болып Қағбаның алдына шықты дейді. Бірінші қатарда жол бастап келе жатқан Хамза радиаллаху анху келеді. Екінші қатарда Омар ибн ар-Хаттаб бастап, жандағы бағана Хабаб ибн Араттар бар, Саид ибн Заид бар, бағана Абдулла ибн Масудтар бар, Абу Бақырлар бар, Алилар бар деген сияқты екі қатар жүрді дейді. Елдің бәрі сондай уверенный походкамен дейді, керемет етіп Қағбаның алдына келгенде мүшриктер абдырап қалды дейді. Шыққан кезде Омар ибн ар-Хаттаб өз сөзімен айтады: мен мүшриктердің дейді осы уақытқа дейін осыншамалық абдырап қалғанын көрмедім дейді. Сонымен ақырын Абу Жахил келіп маған айтты дейді: Хаттабтың баласы, бұл жай бір не шығар иә деп. Сөзі бетіне қарады: ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулух деген ойбай деп айтты. Омар сөйтті де айтты: кімде-кім ислам дінін бұрынғыдай істеймін деп ойлайтын болса, ойламай қойсын, олай болмайды. Енді кімде-кім осы біздің жүрісімізді бүкіл мұсылмандардың ғибадатына кедергі келтірем десе дейді, кім өзінің баласын жетім қылуға, әйелін жесір қылуға дайындалғысы келсе алдыға шықсын дейді ғой. Яғни кім шықса алдыма дейді, әйел жесір, баласын жетім қылам дейді. Сондай батымен.
абдырап қалған мүшриктер ол жерде жандарына жан керек, бәрі сол жақтан лезде тарап кетті дейді. Сөйтіп қағбаның алдында бірінші рет келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бағанағы мүшриктер бәрі кетіп қалған, мұқминдар, мұсылмандар бірінші рет намаз оқыды дейді қағбаның алдында, қорықпай. Сол кезде Алла субхана тағала осы болып жатқан оқиғаға байланысты Құран Кәрімнен аят түсірді. Ол Әнфәл сүресінің 64-ші аяты еді. Әнфәл сүресінің 64-ші аяты. Ол жерде айтады: ей пайғамбарым, саған көмекші болуға Алла субхана тағала мен сенің жолында жүрген мұқминдер жетеді деп. Яғни осы Омар ибн ар-Хаттабтың исламға кірген кездегі Әнфәл сүресінің 64-ші аяты кірді. Яғни саған жәрдемші ретінде, көмекші ретінде Алла және бағана Омар сияқты сахабалар саған жеткілікті деген Әнфәл сүресінің аяттары түсті. Енді Хабаштандағы осындай оқиға, мұсылмандар өйстіп Меккені, Қағбаны емін еркін айналып өткен кезде осыдан дұрыс емес әңгіме Хабаштанға жетеді. Хабаштанға мұсылмандардың мүшриктермен бір жақсы келісімге келіпті, мұсылмандарға мүшриктер тиіспейтін болыпты деген әңгіме Хабаштандағы жүрген Осман ибн Аффандарға жетеді. Олар сол жақта ойлап қалады: Алла субхана тағала бізге, біз не үшін бұл жақта жүрміз? Біз мүшриктерден қыспағын үшін келген едік. Бізге күн көрсетпегеннен кейін келіп едік. Енді олардың арасында жақсы мәміле болыпты. Онда біз елімізге қайтайық деп, аналар қайтып келді дейді. Енді тағы бір вариант бар. Нұрсұлтан ұстаз айтып жатқандай, ол жердегі тағы бір ғалымдардың көзқарасы бар. Бұрын Хабаштанға бірінші кеткен адамдар өңкей байлар болған дейді. Яғни мұсылмандардың байлары. Бай мұсылмандар. Бағанағы оның ішінде Осман ибн Аффан бар, әйелімен. Екіншіден, бағана кім бар? Абдурахман ибн Ауф деген сияқты кісілер бар. Бағана сол адамдар барған кезде Хабаштанның суы, климаты оларға біраз жақпады дейді. Және олар өздерінің зона комфорт үйлерінен алысқа кеткендіктен біраз қиналған еді дейді. Ана жаққа барғаннан кейін осындай нәрсені ести салып, оларды тез қайтты деген екінші бір көзқарас бар. Алла жақсырақ біледі. Сөйтіп, Хабаштаннан өздері қайтадан Меккеге қарай қайтып келеді. Бірақ та пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанына келгенде қалып жағдай ондай керемет емес екенін түсінеді. Бұрынғыдай кім қай жерде ұстай алады, кім қай жерде азаптай алады, қайтадан өзінің азаптарын ақырындатып Омарға көрсетпей істейтіндер болады. Омар бәріне көз қолай болмайды ғой. Ана жақтан болса мынаны ұстап алады, мына жақтан мынаны ұстап алады деген. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келеді. Осындай бір қатты жәбірлегендердің бір күні Осман айтады: я Расулаллах, Хабаштан деген жақсы жер дейді. Ол жердегі біздің дінімізге, ғибадатымызға ешқандай кедергі жасалған жоқ. Оның патшасы да сіз айтқандай әділ екен. Оның қаласында Алла субхана тағала бізге тура жол көрсеткенше, бір кеңшілік қай жаққа көшетінімізді көрсеткенше, сол жаққа көшуге бізге рұқсат беріңіз дейді. Сөйтіп, бір деректері бойынша 101 адам, соның ішінде 87-сі еркек, қалғандары әйел адам дейді, Хабаштанға қайтадан хиджрет етіп көшті дейді. Сөйтіп бір түнделетіп, Эфиопия ғой, Эфиопия, Хабаштан. Сөйтіп, ояққа көшіп кеткенде алдындағындадай адамдарға білдіртпей суыт шығып кеткен кезде қайтадан бағанағы мүшриктер кешегі болған оқиғаны біз ертерек айтып қойыптық. Осы кезде олар жиналыс жасайды. Осы кезде жиналыс жасап барып, артынан бір екі қуғыншы жіберейік деп сол кезде Амр ибн Ас пен Абдулла ибн Рабиғаны жібереткен артынан. Біз кеше оны айтып отыр едік қой, осылай келеді деп. Сонымен бірақ та оларды әбден үйретеді. Хабаштанға барсаңдар, Наджашидің оның жанындағы уәзірлері оларға біріншіні олардың көңілдеріне тимейтіндей қылып, адамдарды алып қайтуға жақсы сөздер дайындаңдар. Уәзірлердің бәріне апаратын сыйлықтарында алдын ала Наджашиға кірмей тұрып уәзірлеріне беріп алыңдар.
Нажашидің алдына келгенде де жақсылап үйіп төгіп заттарын беріп, ол кісілерге бағанағыдай жақсылап айтыңдар, біздің ауылымыздан осындай бір кісілер тентектер шыққан еді. Оларды тек қана біздің ата бабаларымыз өздерінің туысқандары, әке шешелері жіберіп жатыр. Олар өздері біледі қандай дін екен. Олар не біздің дінге шығып кетті, және сіздің де дінге кірген жоқ христианство. Өздері бір жаңадан дін ойлап тапты. Сол үшін сіздерге де бұл індет тарап кетпес үшін бізге тезірек беріңдер деп айтыңдар дейді. Және бағанағы уәзірлеріне де айтсын дейді. Олар да тура сол сөзді қоштап, иә, олар дұрыс айтады. Оларды олардан жақсы танитын өздерінің туысқандары емес па? Өздерінің проблемаларын өздері шешіп алсын деп қолдап қоршап кетсін дейді. Деп сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды артынан ерген сахабаларын өйстіп алдына алып келмекші болады. Сөйтіп алдына барады, бірақ та кешегі әңгіме айтқандай, Нажаши деген ешқашанда бір жақты үкім шығаратын адам емес еді. Сөйтіп досын күтіп